Түлкі мен қырғауыл ертегі. Бір түлкі қалың ағашты аралап келе жатып, ағаштың басында отырған қырғауылды көреді де жақындап келіп: «Сәлеметсіз бе, қырғауылым, қалың қалай?» дейді. Қырғауыл: «Жақсы, өзің қалай тұрасың?» дейді. Түлкі: «Жерге түсіп сөйлесеңіз қайтеді? Бір құлағым естімеуші еді» дейді. Қырғауыл: «Жерге түсуге қорқамын. Жерде әр түрлі аңдар бар. Бізді жеп қоюы мүмкін» дейді. Түлкі: «Ей достым, қазір заман бұрынғы заман емес. Жаңа ғана келдім. Құйрық шығыпты. Біреуге біреу зорлық қылмасқа. Қой мен қасқыр бірге жүрсін. Түлкі мен тауық бірге жүрсін» деген дейді. Қырғауыл: «Жақсы, хабарыңыз бар екен. Рахмет достым. Мына жақтан бір иттер келе жатыр. Оларға да хабарыңызды айтыңыз, естісін» дейді. Ит деген сөзді естіген соң, түлкі алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Қырғауыл: «Қайда барасың, түлкім, бұйрықты ұмыттың ба?» дейді. Түлкі: «Кім біледі, бұйрықты олар естімеген шығар» дейді міңгірлеп.